Бәріңізге сәлем. Бүгін үй жағдайында балаларға арналған шоколадты паста дайындаймын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен табаға 2 ас қасық қантты, 2 ас қасық какао ұнтағын және 1 ас қасық ұнды саламыз. Ұнды мөлшерін азайтуға да болады. Ол кезде пастамыз сәл сұйықтау болады. Және сүтті құямыз. Табамызды орташа отқа қойып, үздіксіз араластырып отырамыз. Масса қоюлана бастаған кезде өзіміздің қалаған кез келген шоколадты салып, шоколад әрден ерігенше араластырамыз. Массамыздың қоюлығы видеодағыдай болу керек, және ол суығаннан кейін одан да қоюлана түседі. Шоколадты пастамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Кәмшат, сау болыңыздар.